6 мм турбогипті турбогиппен 45-ке қалай бүгеміз соны көрсететін боламыз қазір. Ол үшін былай турбогипті қоямыз. Және 6 мм 316 СС нержавейка трубканы тұрбаны белгілейміз меткі салып. Бұл жерде енді көбінде бұндай 45-ке үшін бүгеді. Жалпы юнион қойған кезде бір-біріне кілт тағу қиын болмау үшін лотоктардың ішінде әртүрлі жерлерде сол үшін көп жағдайда пайдаланады. Жалпы ол үшін міне біздің келтірген сызығымызды міне 45-ке келтіру керек. Тап осылай міне. Көрдіңіз ғой? 0 тұр, 0 мен 0 мына жерде теңеседі. Бұл жерде жаңа айтып кеткендей 0, 15, 30, 45, солай 15 осылай кете береді 180-ге дейін. Және де осылай бұл жерін жабамыз, бекітеміз. Және де оны былай бүгеміз. Тап осылай бүгеміз. Және де бұны былай тексереміз, турбогипті қоямыз да кейін. Міне 45-ке келіп тұр. Аламыз. Екінші жағына тап солай осындай реттілікпен керісінше қайырамыз. Немесе мұны яғынан қайыруға болады. Осылай саламыз. Енді бұл аралық, дұрыстап өлшейміз. Мысалы бұл 11 болса, бұл дейтін әртүрлі қысқарақ, бұл турбаның арасы 8 болып қалуы да мүмкін. Әртүрлі оның есебі бар. Оны басқа сабақтарда көрсететін боламыз. Бұл енді бұл аралықта бұл турбогип сиятын болған саламыз. Немесе оны мына жағынан қаратып майыстыруға да болады. Әртүрлі майыстыру әдісі әртүрлі болады, бүгу әдісі. Бұны да тап сол мына сызықты 45 градусқа кетіреміз. Және де оны бүгеміз кейін қарта. Сіздер көрінсе 45 градус. Бұл жерде көбінде юнион қойып, және де оған кілт бір-біріне тиіп қалмау үшін, монтаж демонтаж жұмыстары болғанда кедергі жасамау үшін бұл 45-ті көп жағдайда қолданады.